Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып бізде сүйек тіні. Сіздермен бірге Казмет. Біз бастайық. Сүйек тіндері жасуша аралық заты жоғары дәрежеде минералдануымен сипатталатын дәнекер тіндерінің маманданған бір тобы. Минералды заттардың депосы деп саналады. Яғни минералды заттардың қоры. Сүйек тіндері олар бізде аз жасушалардан минералданған жасуша аралық заттардан тұрады. Басқа тіндер сияқты сүйек тіні жасушалардан, жасуша аралық заттан тұрады. Қай жерден дамиды десеңіздер, мезенхимадан дамиды. Осы бір заңдылықты жаттап алайық. Тін мезенхимадан дамиды. Ол жақта бізде жасуша аралық зат және сол тіннің жасушалары болады. Ал бізде кетейік. Олардың функциялары, яғни атқаратын қызметтеріне келетін болсақ, бірінші ол бізде тіректік механикалық. Тіректік механикалық жаңағы функциясы сүйек тіндерінен дене пішінін анықтайтын қаңқа жүйесінің жалпақ және түтікті сүйектерінің жаңағы көбісі құралған болып келеді. Одан кейін қорғанышқа келетін болсақ, ішкі ағзалардағы механикалық зақымданудан сақтайды, жаңағы орталық қан түзуші мүше, яғни сүйектің қызыл кемігі үшін қаңқа құрайды. Локомоторлық қаңқа бұлшық еттерінің бекілетін орны ретінде жаңағы организмнің қимылдатқыш функцияларын жаңағы анықтайды. Және төртіншісі ол бізде ең соңғысы минералды гомеостаздарды реттеуге қатысады. Енді айттық екі заттан тұрады, жасуша аралық зат, жасуша аралық затты енді айтатын болсақ, көлемінің 90% немесе сүйектің құрғақ салмағын 75% құрайды, құрамы 65% биорганикалық заттар, 25% органикалық заттар, 10% судан тұрады. Осы жерде айтып кететін жағдай, егер де сүйекте органикалық зат аз болса, ол сүйек бізде морт сынғыш болып келеді. Неліктен қарт кісілердің сүйектері сынғыш болып келеді? Себебі адамның жасы ұлғайған сайын сүйектің ішінде органикалық заттар кеми бастайды. Сүйек тіндерінің шеміршек тіндерінен айырмашылығы органикалық матриксінің негізін бірінші типті коллаген 90%, 5% бізде 3-ші, 4-ші, 5-ші, 12-ші типті коллагендер құрайды. Тағы да бір айырмашылығы, мына жақта жазбай кетіппін. Шеміршек тіндерінде бізде қан тамырлары болмайды, эпителий тіндер сияқты. Ал сүйек тіндерінде бізде қан тамырлары болады. Сонда еске түсірсек, шеміршек тіні бізде қалай қоректенеді? Әрине диффузиялық жолмен. Ал сүйек тіндері бізде қан тамырлары арқылы. Және де осы жерде айта кететін жағдай, неліктен шеміршек тінде бізде зат алмасу, регенерация өте баяу түрде болады. Неліктен? Өйткені ол жерде қан тамырлар болмайды. Сол үшін шеміршек тіні зақымдалған кезде оны қалпына келтіру өте қиынға түседі. Дәріні ішкен уақыттың өзінде де шеміршек тіні толығымен қалпына келе алмайды. Дәрігерлердің өздері жаңағы қалпына келудің ешқандай бір несін бермейді, гарантия бермейді шеміршек қалпына келуіне. Бірақ та осы жерде қосымша айта кетейін, егер де жаңағы шеміршек тіні зақымдалса, дәрігерлер бізде хондропротекторлы препараттарды береді. Яғни оны 3 ай бойы ішу керек, ол препараттарды 3 айдан кейін ғана бір кішкене ғана өзгерістер болады. Бірақ та 100% қайттан жаңағы шеміршекті орнына келтіру ешкім жаңағы гарантия бермейді. Ал сүйек тіндері зақымдалған кезде ол әрине бізде қалпына келеді. Сүйек сынғанда қайттан орнына келеді ғой. Так. Одан кейін сүйек тіні бүткіл организмдегі кальцийдің 99%-ын алады. Сүйек тіндерінің жасушаларын айтайық, ол 3 жасуша бар: остеобласт, остеоцит, остеокласт. Остеоциттер бізде пісіп жетілген функциялық белсенділігі баяу жасушалар, даму кезінде кішірейеді және жалпай бөлінді пішінге ие болады. Кемелденген сүйектің негізгі жасушалары, яғни остеобласт кейін бізде остеоцитке айналады. Яғни остеоцит ол бізде кемелденген ересек жасуша. Оның ядросы тығыз күңгіртісті болады, нәзік базофилия цитоплазмасында бізде митохондрий болады, пострибосомалар, түйіршікті эндоплазмалық торт, Годжи жиынтығы болады, бірақ та аз болып келеді.
остеобласттармен салыстырғанда оның сүйек матриксін өндіруге қабілеті төмендеу. Жаңағы функциялар, яғни қызметтеріне келетін болсақ, ол бірінші заттарды секрециялайды, екінші зат алмасуға қатысады. Нені алмастырады, деген сұрақ туады бізде. Олар кальций және фосфордың алмасуын реттейді, сүйектінде судың, нәруыздың, иондардың алмасуын қамтамасыз етеді. Олардың денелері сүйек қуыстарында немесе лакуналарда орналасқан. Лакунадан шыққан сүйек өзекшелері басқа өзекшелермен байланысып, лакуналық өзекше жүйе құрайды. Лакуналық өзекше жүйесі сүйек капиллярының айналасының кеңістігіне ашылып, тіндік сұйықтық арқылы остеоциттер мен қан арасындағы зат алмасуына жағдай жасайды. Тағы да бір өте бір қызықты мәлімет айтайық. Сүйек ішінде бізде 42 миллиард остеоциттер болады, ал ми нейрондарында 86 миллиард остеоциттер. Ол өте көп. Остеоциттер өмір сүруші жаңағы жасушалар болып табылады, ұзақ өмір сүруші, 25 жылға дейін сүйекте сақталады. Остеобласт келетін болсақ, ол остеобласттар сүйек матриксын құрайтын және бөлінбейтін ірі жасушалар. Осы жерден тағы бір лайфхак айтып жіберейін. Қандай жасуша болмасын, остеобласт болсын, басқалары болсын, бласт деген сөзді көрдіңіздер ме? Бітті, ол бөлінбейтін жасуша. Неліктен? Себебі ол бізде дамымаған. Ол тек қана заттарды синтездей алады, иә? Локациясына келетін болсақ, яғни орналасқан орны ол сүйек үстілік терең қабаттарында, сүйек ішілік тамырлардың бойында травмаланған жерлерде көп болады. Остеобласттардың құрылысы, міне көріп тұрғаныңыздар, осындай заттардан тұрады. Остеоциттер остеобласттардан дамиды. Сол себепті остеобласттар өзін жасуша ішілік кеңістікте цементтейді. Сол үшін өсінділер пайда болады. Бөліну қабілеті жойылады. Функциялары сүйектің пайда болуына ремоделированиеге қатысады, органикалық компоненттердің синтезіне қатысады, минералдануға жана қатысады, яғни кальций тұздарын қорға жинайды және кальций фосфордың жаңағы алмасуын реттейді. Секреторлық қызмет атқарады, олар сигналды молекулаларды өндіреді. Остеоциттерге айналған соң оларға не болады деген сұрақ туындайды, иә? Остеоцитке айналғаннан соң ол остеоидқа кіреді. Активсіз жасушаға айналады және де 80%-ға дейін жаңағы апоптозға айналады. Это уж точно. Остеобласттардың факторлары арқылы регуляция бізде системді факторлар және немесе жүйелік факторларға бөлінеді және локальды факторларға. Система факторларға осылар жатады. Міне көріп тұрғаныңыздар мототропный гормон, кальцитонин, витамин D, тироксин, экстроген, андроген. И локальды факторларға остеопротеин, өсу факторлары жатады. Сүйек тіндердің классификациясына келетін болсақ, сүйек тіндерін екі типіне ажыратамыз: ретикулофиброзды және пластинкалы. Ретикулофиброзды тіндерге келетін болсақ, олар ретикулофиброзды тін жаңағы жуан талшықты біріншілік тін ішіндегі нәрестенің сүйегін құрайды. Кейін ол кемелденген пластинкалы сүйек тініне ауысады. Ересек адамда орналасқан жері бұлшық ет сіңірлердің сүйекке бекінетін жерінде, бассүйек тігістерінде, тіс альвеолаларында, ішкі құлақтың сүйек лабиринтінде, сынған сүйектің жазылып жатқан жерінде. Пластинкалы тінмен салыстырғанда жасуша аралық зат құрамындағы коллаген талшықты будалары тығыз, қалың және әр түрлі бағытта өтеді. Матриксінде жаңағы негізгі аморфты заты көп болады, минералдары шартты түрде аз болады, коллаген будаларының арасында сүйек лакуналары ретсіз орналасып келеді. Орта келгенде механикалық беріктігі, қалыптасу жылдамдығы, зат алмасу деңгейі жоғары, матриксы қанық базофилді боялады, себебі кальциймен байланысқан иммун қышқылы көп болады. Енді пластинкалық тінге келетін болсақ, олар жалпақ және түтікті сүйектердің көпшілігін құрайды. Пластинкалы сүйектің ең қарапайым құрылымдық функцияларының бірлігі сүйек пластинкасы немесе табақшасы. Әрбір сүйек пластинкасы остеоцит жасушаларына және жасуша аралық заттан тұрады. Ретикулофиброзды тіннің ерекшелігі бойына кальций тұздарын сіңіретін жіңішке коллагенді талшықты ретті болып келеді. Аза ретінде сүйектің құрамында сүйек пластинкасы тығыз және кемік заттарынан қалыптасқан.
енді алдарыңызда міне слайдтар сүйек ағза ретінде. Бұл әрине өте қысқа мәлімет. Бұны жаңағы кітаптардан оқып нетуге болады, бірақ та осындай сіздерге бағыт бағдар беретін слайд жасадық. Қысқаша мен айтқан жаңағы информациялардың барлығы қысқаша әрі нақты түрде берілген. Жақсы болушы еді егер де сіздер өздеріңіз оқып, тағы да ізденіп, тағы да қоссаңыздар, ол тіпті керемет болушы еді. Бүгін осымен сүйек тіндерін айттым, бірақ та сүйек ағза ретінде деген тақырыпты дұрыстап оқысаңыздар, мына мәліметтердің өзі кішкентай ғана болып қалады, себебі сүйек ағза ретінде жаңағы өте күрделі тақырыптар. Егер де қаласаңыздар, оны жеке видеоға түсіруге түсірейік. Ол үшін сіздерге жаңағы лайк басып, комментарий жазып жіберіңіздер, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар.